Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздермен бүгінгі өзімнің әдістемелік құралымды бөліскелі отырмын. Нөмір 23-ші мектеп, жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Хасенова Дәмет Елеукеновна. Менің әдістемелік тақырыбым мәтін құрылымын талдау және оны бөліктерге бөлу. Қазақ тілі пәні бойынша 5-ші сыныптарға арналған әдістемелік құрал. Менің әдістемелік құралымның мақсаты мен міндеті, мақсаты 5-ші сынып оқушыларының мәтін құрылымын түсінуіне, оны логикалық және мағыналық бөліктерге бөлуіне, сондай-ақ мәтінді терең талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. Міндеттері: оқушыларды мәтіннің құрылымдық элементтерімен таныстыру, мәтіннің логикалық және мағыналық блоктарын анықтау және бөліктерге бөлуді үйрету. Мәтіннің негізгі идеясын, тақырыптық ойларын анықтау дағдыларын қалыптастыру. Әртүрлі мәтіндерге құрылымдық талдау жасау арқылы оқушылардың тіл байлығын және логикалық қабілетін жетілдіру. Әдістемелік құралдың артықшылықтары: қазақ тілі мен әдебиетін оқыту тек тілдік нормаларды меңгерту ғана емес, рухани құндылықтар мен ұлттық болмысты сіңірудің басты тәсілдерінің бірі. Бұл әдістемелік құрал арқылы біз оқыту үдерісін шығармашылыққа толы, қызықты әрі тиімді етіп ұйымдастыра аламыз. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын ояту, олардың білім сапасын жақсартумен қатар, тіл мен әдебиетке деген құрметін нығайтуға және мәдени танымын кеңейтуге ықпал етеді. Әдістемелік әдістемелік құралымның бағыты: әдістемелік құрал оқушылардың мәтінді түсіну, құрылымдау және талдау дағдыларын қалыптастырып дамытуға бағытталған. Нақтырақ айтқанда, ол оқушылардың мәтіннің құрылымдық элементтерін анықтауына, оны логикалық бөлшектерге бөлуіне, негізгі ойды, идеяларды және маңызды ақпаратты ажыратуына көмектеседі. Сонымен қатар, бұл құрал олардың оқу сауаттылығын артылып, аналитикалық ойлау қабілетін дамытады және мәтінмен тиімді жұмыс істеуіне ықпал етеді. Әдістемелік құралдың жаңашылдығы: әдістемелік құралда берілген тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін ойын элементтері, квесттер, рөлдік ойындар және цифрлық құралдар арқылы ұйымдастырылады. Тапсырмалар әртүрлі деңгейдегі, яғни оқушыларға бейімделіп, олардың оқу стилі мен қиындық деңгейіне қарай реттелген. Оқушылар мәтін құрастыру, талдау, салыстыру, қорытынды жасау сияқты тапсырмалар арқылы өз ойларын нақты жеткізуге дағдыланады. Мәтінмен жұмыс істеу барысында диаграммалар, карталар, онлайн формулалармен әдістемелік мәтінмен жұмыс жасау, ертегілер оқу, рөлдік ойын, мақал мәтелдер, ребус, жұмбақ шешу, диаграмма, карта, және логика сияқты бағыттардан тұрады. Әдістемелік құралдың кешіріңіздер.
өзектілігі бүгінгі ақпараттық қоғамда оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу қабілетін жетілдіру. Сондай-ақ тапсырмалар мысалы мәтінмен жұмыс тапсырмасы мәтінге тақырып қою, сұрақтарға жауап беру. Мысалы мәтінді балалар оқып шығады. Көкпар ойыны мысалы көкпар туралы мәтін берілген мына жерде. Көкпар ойынының атауы қайдан шыққаны, көкпарға қандай малды таңдайды, көкпар ойыны қандай қасиеттер дамытады, көкпар тек қазақ халқына тән бе, соның бәрін балалар ажыратады. Сондай-ақ тапсырма бойынша тапсырмалар бар. Мысалы суретке қарап, балалар жазғы демалыс тақырыбында әңгіме құрастырады. Берілген күрделі етістіктерге айналдырып құрастырады. Келесі тапсырма, мысалы біз интернет арқылы, QR код арқылы осындай тапсырмалар жұмыс жасадық. Бұл жерде QR кодты басып, тапсырмамен жұмыс жасайды. Мысалы, сипаттау мәтіні дегеніміз не, сипаттау мәтіні қалай құрылады, әңгімелеу мәтіні дегеніміз не, әңгімелеу мәтіні қай жерде кездеседі, пайымдау мәтіні дегеніміз не, пайымдау мәтіні қалай құрылады деген сияқты тапсырмалар орындайды оқушылар. Сондай-ақ менің әдістемелік құралымда осындай тапсырма бар. Дұрыс және дұрыс емес деген тапсырмалар бар. Бұл жерде сұрақтарды оқып, оқушылар дұрыс, бұрысын анықтайды. Мысалы, әңгіме дегеніміз не? Қара сөзбен жазылған шығарма дейді бұл жерде. Осының бәрін дұрысын, бұрысын оқушылар өздері тауып анықтайды. Сондай-ақ кім тауып оқи алар екен деген сияқты мына жерде сөздер берілген, әріптер, қысқа сөздер. Бұл жерде сызықтар келтірілген, сызықтарға ел, халық туралы мақал мәтел жазылған. Сол сызық бойымен, осы сызық бойымен жүргізе отырып, мақал мәтелдерді тауып, белгілі бір нүкте орнында жүріп, мақал мәтелдердің атауын табады. Сондай-ақ бірінші, екінші бағандағы сөйлемдерді салыстыра оқып, қайсысы мәтін екенін ажырат дейді. Осы жерде оқушылар қай жерде мәтін екенін, қай жерде жай сөйлем екенін ажыратады. Сонымен қатар сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай рет-ретімен орналастырады. Мына жердегі сөйлемдерді балалар оқып шығып, қайсысы бірінші сөйлем, қайсысы екінші, қайсысы үшінші, қайсысы төртінші сөйлем екенін ажыратады. Сонымен қатар тағы да мынандай тапсырма бар. Мен бастадым, сен жалға деген ойын тапсырмасы. Бұл жерде сөйлем аяқталған, мысалы сөйлем сөзден, сөйлемдегі сөздер, сөйлемнің бірінші, сөйлемнің соңынан, хабарлы сөйлемнің соңынан, сұраулы сөйлемнен кейін деген сияқты қандай тыныс белгілері келетін, қандай сөздер келетінін оқушылар өздері жалғап жазады. Сондай-ақ әдістемелік құралымда сергіту сәтіне арналған қимылмен берілген тапсырма бар. Бұл жерде сергіту сәті. Оқушылар бұл өлеңді оқи отырып, қимылмен іс-әрекет көрсетеді. Сонымен қатар семантикалық картаны толтыру сияқты тапсырмалар бар. Сөйлемдер, мысалы сөйлемдер беріледі,
қай сөйлемге қай етістік жалғанатынын өздері тауып шешеді. Мысалы, интернет желісінде мынандай QR код арқылы берілген тапсырма, осы бойынша QR кодты басқан кезде мына жерде платформалар арқылы тапсырмалар, мысалы білімлен платформасы арқылы Wordval, мектеп кезет, ертегілер кезет, балаларға арналған ертегілер, осылар бойынша балалар видео жаңағы тапсырмаларды орындай алады. Енді осы мен бүгінгі әдістемелік құралымды қорытындылай келе күтілетін нәтиже оқушылардың мәтіннің құрылымдық элементтерін дұрыс анықтай алады, негізгі ойды, идеяларды және маңызды ақпаратты мәтіннен ажырата алады, мәтін мазмұнын түсіну деңгейі жоғарылайды, оқушылардың сыни және аналитикалық ойлау қабілеті жетіледі. Сондай-ақ әдістемелік құрал оқу процесінде мұғалімдерге де көмекші құрал бола алады деп сенемін. Апробацияға дейінгі және апробациядан кейінгі оқушылардың дағдысының өзгерісі, динамикалық өзгерісі, міне көріп тұрғандарыңыздай осындай оқушылармен апробация жұмыстар жасалды. Осындай біз жетістіктерге жеттік жылдың соңында. Жылдың басында бір жасалды, одан кейін жылдың соңындағы қорытындысы осылай 80%-ға дейін, 90%-ға дейін жоғарылап көтерілді. Мұғалімдермен кері байланыс бойынша бағалау жүргізілді әріптестер арасында, және осы менің әдістемелік құралым өте тиімді деп 60% бағалады, тиімді деп 30% бағалады мұғалімдердің, және қанағаттанарлық деп 10% ұстаздар бағалады, динамикалық көрсеткіші. Сұрақтарыңыз болса, енді жауап беремін. Әдістемелік құрал бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Қоя отырыңыздар сұрақтарыңызды. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, әріптестер, уақыттарыңызды бөліп, менің әдістемелік құралыммен бөліскендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, Эметлекена. Рахмет, жақсы өте. Сау болыңыздар онда.